Бүгін біз күні бүгінге дейін Қобыланды батыр жырының бірнеше бөлімшелерін меңгердік, балалар. Осы бүгінгі күнге дейін Қобыланды батырдың қалай дүниеге келгенін, қалай ерлік жасағандарын бәрін біз толық меңгердік деп ойлаймын. Енді бүгінгі сабағымызда біз Қобыланды батырының жырының тәрбиелі мәнін және құндылығын анықтайтын боламыз. Енді Қобыланды қалай дүниеге келді? Біз бүгінгі күнге үй тапсырмасында бүгін енді жаңа сабағымызды бастамас бұрын үй тапсырмасына кішкене шолу жасап өтейік. Мен сендерге үй тапсырмасын пысықтау барысында бірнеше сұрақтар қоямын. Өтілген тақырыптар бойынша бірнеше сұрақтар қоямын. Бірінші, Қобыланды батыр жөніндегі аңыз әңгімені алғаш рет баспа бетіне түсірген кім айтады? Кәдімгі Нұрислам айтады. Академик Мұраров деген кісі болатын, иә, жақсы. Отыра ғой. Онан кейін жырдың негізгі тақырыбы қандай? Кім айтады? Аңын ел айтады. Ел тәуелсіздігі. Қол көтеріп отырыңыз. Дұрыс. Онан кейін Қобыланды батыр қандай жыр? Батырлар. Батырлар жыр, дұрыс. Жырда Қобыланды қай елдің перзенті болып суреттеледі? Шақ елінің перзенті болып суреттеледі, иә, балалар. Қобыландының әкесі сүйген жары кім? Қобыландының әкесінің аты Тоқтарбай, сүйген жары Құртқа, дұрыс, жақсы. Ал естен істеген кім еді? Тоқтарбайдың Жарылқасын айтады. 40 құлдың бастығы. Жақсы. Естеміз 40 құлдың бастығы еді, солардың басшысы еді. Енді Тоқтарбайдың қайғысының себебі неде болды? 80 жасқа келгенше перзент көрмеді. 80 жасқа келгенше бір перзентке зар болды, кейін осы Қобыланды батырды дүниеге әкелген соң істеді. Тоқтарбай қуанды. Енді ары қарай көктім айлар құртқа мен Қобыландыны қалай шығарып салды? Кім айтады? Ұлбиба. Елу түйемен 40 түйе, 40 алтындай алтын, 40 құл күңімен бірге қосып шығарып салған болатын, иә? Жақсы. Енді тағы да Қобыланды батыр шамамен қай ғасырда өмір сүрді? 15-ші ғасырда. Жақсы. Ақниетке берейін, Ақниет. Сен нешеден аял отыр. Барлығын бірлесіп отырып, тапсырманы орындай. Әдемілеп орындаймыз. Бұл қаталы достық. Эпизодтар. Тайбұрыл иесі қысылған жерде тілге келіп, ақылда қосады. Көлікте ғана емес, серікте доста өзі деген жайды білдіреді. Тайбұрыл жерде жүйрік шабысымен бірнеше күн бұрын озып кеткен қараманды басып озып, 40 күндік қазанға бір күнді жеткізеді. Жарайсың. Тағы да, дайынбыз ба? Құндылық атауы адамгершілік. Эпизод. Көктім айма беріне ақырынан деген Қобыландыны естемізді сақтандыруы, 45 кез қызыл ертең қорғау үшін жібергісі келмеуі. Естеміздің жорыққа аттанғалы тұрған Қобыландыға ақ батасын беріп, 5 қаруын сайлап жіберуі. Жақсы, әкел алыңыз. Құртқа барлық ойын жетілерінен жар жолашқа барын сақынара ұшыған жолдас. Тілеуі жолдасы болғанына соншалықты түсуге болады. Шарпандағы Қобыландыны соғып отырды. Құртқа тайбұрылды бұқсындай тәрбиелеп ақыра жетеледі. Құжағына кейінгі жолдас қылып беруді мақсат етті. Жақсы, жарайсың. Тағы да, аял дайынбыз ба? Құндылық атауы
Шалып кетеді. Жақсы, молодец. Ойымызды зерттеп алайық. Осы тұста батырлық туралы, отан туралы және достық, адамгершілік туралы кішкене мақал мәтел айтып жіберейік. Кім айтады? Жарқасын. Туған жерде жер болмас, туған жерде. Жарайсың. Аргет. 100 теңгең болғанша 100 досың болсын. 100 досың болсын. Аргет. Отандас. Аға, жарайсың. Аял. Отан отандас. Абай. Жақсы. Рамазан. Отаны жоқ адам, орманы жоқ бұлбұл. Аха. Ақбота. Дос көрден сыйлас, дос азбен сыйлас. Нұрислам. Отан Отан үшін отқа түс. отқа Күймейсің. күймейсің. Жақсы. Отыра ғой, жарайсыңдар. Ал балалар мынау неге оқушының өз жұмыстары бағалау парақшасына әрқайсың өздерің әр тапсырманы орындағанда өздеріңді не істейсіңдер бағалап отырасыңдар балалар. Белгілеп отырыңдар. Барша тапсырмалар бойынша. Бірінші тапсырма, екінші, үшінші, төртінші тапсырмалар бойынша өздеріңді бағалап отырасыңдар. Енді балалар жеке жұмыс жасаймыз жазылым бойынша, онда қолданды батыр жырының мазмұны бойынша оңай және қиын сұрақтар құрастырасыздар. Мен сіздерге мынау кесте қағазды беремін. Әрқайсысын жеке өздері оңай сұрақтар және қиын сұрақтар құрастырып жазатын боласыңдар. Жарай ма? Түсінікті ғой? Және 2 минут уақыт балалар оңай және қиын сұрақтар қарастырамыз. Қазір орындаймыз. Алпамыс батыр тобы. Тез. Жақсы. Тағы да тыңдайын. Кімді сұрақтайын? Аны бар. Қолларды шамамен қай ғасырда өмір сүрді? Оңай сұрақта. Жырдың негізгі тақырыбы еншік дегеніміз не? Ал қиын сұрақта қолларды батыр қандай жыр? Жақсы. Әкел ала. Апай мен болдым. Рамазан. Апай, оңай сұрақтар. Қолларды батыр кім? Тоқтарбай кім? Естеміз деген кім? Қыстамыз деген кім? Қиын сұрақтар. Ыбырай Алтынсарин жырында қай үзінді Христа логияға енгізілген? Ғаламдар пікірінше аталмыш жырдың неше нұсқасы бар? Жақсы. Оңай сұрақтар. Қарлығаш деген кім? Елші дегеніміз кім? Қаңғыстау дегеніміз не? Мұхтар
Şırdağı qay üzümünü Хрестоматияға енгізді. Жақсы. Саяр. Қарлығаш деген кім? Елші деген кім? Тоқтабай деген кім? Ең сұрақтар. Қоғамды батыр қай жылы, қай ғасырда болды? Өмір сүрген, қай ғасырда болды? Ал енді балалар, келесі тапсырмамыз топтық жұмыс. Бұл топтық жұмыста біз не істейміз? Шығарманың тақырыбы мен идеясына болжам жасаймыз. Енді бұл жерде мен екі топтың басшысына беремін. Бұл нені кестені. Осы бойынша берілген тапсырмаларды орындап шығарып неден Құландыратыдан Ұлыбекке беремін. Алтын тобынан Ақниетке беріп барлығын бірге бірлесіп отырып орындап жарай ма? Келесі Шығарма аты Қоғамды батыр. Тақырыбы ел тәуелсіздігін қорғау. Батырдың ерлік істеріне ардақтау. Идеясы шетел басқыншыларынан елді қорғау. Осы жолда асқан елді көрсеткен ең азаматтардың батырлық істерін көрсетеді. Идеясы мақалмен түйіндейді. Батырды жауда, шешенді дауда сына. Тәрбиелік мәні отанын туған жерін сүюге, халқын құрметтеуге, тарихын, әдебиетін қадірлеп, батырлардың ерлігін дәріптеуге үйретеді. Жақсы. Жарайсың, дұрыс. Тақырыбы аты Қоғамды батыр жыры. Тақырыбы ел тәуелсіздігі қорғауға ерлік істерін ардақтау. Идеясы шетел басқыншыларынан елді қорғау, ер азаматтардың барлық істерін көрсету. Идеясы мақалмен түйіндейді. Батыр ел арысы жаңғыр, істер арысы. Халқын құрметтеуге, тарихын, елін, өмірін қадірлеп, батырға ерлігін дәріптеуге үйретеді. Жақсы. Ал балалар бүгінгі сабағымызда мынау білім қаздығы арқылы, стикер арқылы бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасаймыз. Алып әрқайсысы өздерін маған бересіздер. Ал балалар енді бүгінгі сабағымызда Қоғамды батыр жырының тарихи құндылығы, тәрбиелік мәні туралы біраз ақпарат алдық, иә? Көріп отырсыңдар. Енді бұл оқиғада тарихи біздің берілген құндылықтарымыз және бұл оқиғада не айтылған балалар? Тартыс пен шиеленіс, сосын қайғы мен қуаныш, барлығының біз үшін маңызы өте зор. Енді мынау қолдандағы бағалы парақшасы кері байланысты маған өздерін беріңдер. Әрқайсының өздерін таңдағандарында. Бүгінгі сабаққа өздеріне қайсысына қалай ұнады, кім түсінді? Бүгінгі сабағымыз бойынша енді үйге тапсырма ендігі еліне айналған деген тақырыпта шағын эссе жазып келеміз. Түсінді ғой, балалар?